Жаңа конституция мазмұнында елді біріктіретін құндылықтарға ерекше мән берілген. Преамбулада өздеріңіз білетіндей, бірлік, ынтымақ, этносаралық және конфессиялық келісім мемлекетіміздің конституциялық құрылымының негізі ретінде айқын көрсетілген. Бұл еліміздің тұрақтылығы мен тұтастығын сақтауға бағытталған маңызды ұстаным. Жаңа конституцияның негізгі өзегі Қазақстанда әр азаматтың ұлтына, тіліне, дініне қарамастан заң алдында тең болуы. Маңызды бап әр азаматтың өзінің ана тілін, мәдениетін, дәстүрін сақтауға мүмкіндігі тамға басқандай айқын көрсетілген. Және тағы бір бап ұлттық араздықты қоздыруға, зорлық-зомбылық насихаттауға жол бермейтіні көрсетілген. Бұл нормалардың барлығы бір ғана мақсатқа бағытталған: ел ішіндегі татулықты сақтау, барша азаматтың теңдігін қамтамасыз ету.